Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сыр өңірінде Сөнтере деген күйші өткен. Бұл мыңғырған малы бар, дүниесі асып тасыған бай күйші еді. Бірде ол Қазанғапты қонақ қылады. Қазанғаппен бірге тағы бірнеше сыйлы адамдарды шақырады. Мақсаты бүркітін көрсетіп мақтану еді. Ас ауқат ішіп, көңіл жайланғаннан кейін бәрі бірге аңға құс салуға шығады. Сөнтере бәрінің көзінше мақтанғысы келеді. Келген қонақтары Сөнтеренің мәрттігін айтып, бүркітін сөз қып, қошеметтеп тұрған кезде Сөнтере құсын жібереді. Бірақ жағдай ол ойлағандай болмай шығады. Бүркіт басқа жаққа ұшып лағып кетеді, қайта оралып ұшып келмейді. Сөнтеренің тауы шағылып, ешкіммен сөйлеспей үйіне кіріп, теріс қарап бүктісіп жатып қалады. Артынан Қазанғап келіп, көңілін аулап былай дейді: "Үсеке, итпен құста ақыл жоқ, оларға несіне ренжисіз? Ұшып кеткен қаршығадай қолдағы дүниеде бір күні ғайып болады. Бәрінен де осы сапарда арамызда достық орнады. Достық мәңгілік, дүние өткінші" дейді. Құс келмесе келмесін, арада естелік болып күй қалсын деп құс қайтару деп күй шығарады. Негізінде күй құс қайтару деп аталғанымен, мақсат құсты емес, Сөнтеренің баяғы жайнаған көңіл-күйін қайтару болатын. Қазанғаптың осы кезде тартқан құс қайтару күйін назарларыңызға ұсынамыз.